Балық майының сізге өте қажет екенін білесіз бе? Баршаңызға сәлем, мың бір кеңес арнасында балық майының адам денсаулығына пайдасы туралы кеңеспен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Жастық қалпыңызды, деніңіздің саулығын ұзақ уақыт сақтағыңыз келсе, балық майын ішіңіз. Әсіресе егде жастағыларға өте қажет әрі пайдалы. Мамандар балық майын тұтынатындар суықтап қалудан сақтанады, сүйектің саулығын арттырады, миды дамытады, әрі мүгедектікке шалдықпайды дейді. Алайда өз мөлшерінен артық қабылдаудан сақтандырады. Балық майы мырыш, йод, кальций, фосфор, магний, натрий, темір элементтеріне өте бай. Сонымен қатар А және Д дәруменінің қайнар көзі десек те болады. Пайдалы құрамының арқасында көздің көру қабілеті жақсарады, сүйектің шымырлығы еселенеді, есте сақтау қабілеті жақсарады, шаш, тырнақ және тістің саулығын арттырады. Балық майы өздеріңізге мәлім болғандай омега-3 май қышқылына бай. Бұл өз кезегінде егде кісілерге өте пайдалы әрі аса қажет. Егер балық майын үнемі қабылдап жүретін болсаңыз, мидың қартаюына тосқауыл болып, жұмысын жандандырасыз. Ағзаның суықтануынан сақтанасыз, артық салмақтан арыласыз, депрессиямен күресуге қабілетті келесіз. Қатерлі ісік ауруларын болдырмайды, қандағы холестерин деңгейін реттейді, ағзадағы улы заттарды шығарып, ерте қартаюдың алдын алады. Бұлшық етті оттегімен қамтамасыз етеді, майдың тез еруіне септігін тигізеді, ағзаның төзімділігін арттырып, жүрек пен қан тамырды қуаттандырады, қанның ұюына жол бермейді, жараның жылдам жазылуына ықпал етеді, буындардың саулығын арттырады, шаштың саулығын жақсартып, тез өсуіне ықпал етеді, қан қысымын қалыпты ұстайды. Міне, жалғыз өзі қаншама дертке дауа болып, қартайған ағзаңызды қуаттандыра алады. Сонымен бірге миды жасартып, есте сақтау қабілетіңізді жақсартады. Десек те, артық қабылдап қойсаңыз, жүрегіңіз айниды, денеңізді бөртпе басады, аузыңыздан жағымсыз иіс шығады, ішіңіз өтеді және басыңыз ауырады. Жалпы балық майын кімдерге қабылдау керек? Егер сіздің ағзаңызға омега-3 қышқылы жетіспесе, балық майын ішуге кеңес береміз. Ал ол қышқылдың жетімсіздігін қалай білуге болады? Егер шашыңыз түсіп, тырнағыңыз сына берсе, буындарыңыз ауырса, тез шаршайтын болсаңыз, теріңіз құрғай бастаса, майлы қышқыл жетіспейді деген сөз. Сонымен бірге депрессияға шалдығасыз, әрі жүрек, қан тамыр, диабет дерттеріне тап боласыз. Бұл жайсыздыққа тап болмас үшін ағзаңызды балық майымен қоса С, В3, В6, Е дәруменімен және мырыш пен магний элементімен қамтамасыз етіңіз. Тәулігіне қанша рет қабылдау қажет? Үлкен кісілерге 1000-1500 мг омега-3 майлы қышқылы жеткілікті болады. Демек, тәулігіне 4-5 капсула қабылдайсыз. Жалпы балық майы ас үйден де табылады. Мамандар омега-3 қанықпаған май қышқылын 90 грамм сардина балығынан, 1 шай қасық зығыр дәнінен, 120 грамм тунец балығынан, 70 грамм лосось балығынан, 10 дана грек жаңғағынан табалатыныңызды айтады. Тағы ескеретін жайт, балық майын аш қарынға ішпеңіз, әйтпесе жүрегіңіз айнып, мазаңызды алады. Ең дұрысы тамақпен бірге қабылдау. Емделу ұзақтығы 3 ай. Қымбатты оқырман, бүгінгі пайдалы кеңесім кәдеңізге жарасын.